Құрметті оқырмандарым, менің каналымдағы пайдалы ақпараттарды туыстарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, колокольчикті басыңыз, яғни қоңыраушаны басыңыз. Сол кезде менің әрбір салған пайдалы ақпаратым сізге сообщение болып барып тұрады. Сол жерден көре қоясыз, поисктен мені іздеп отырмай-ақ. Ал егерде ұмытып қалған болсаңыз, менің каналым Маржан Бөлекбаевна деп терсеңіз болады. Бүгін бізде тақырып картоптың пайдасы және зияны туралы болмақ. Картопты қалай дайындау керек, картопты қалай жеген кезде оның крахмалы азаяды, сол туралы қозғайтын боламыз. Ендеше бастасақ. Соңғы жылдары картоп белсенді зерттеліп қалпына келтіріліп жатыр. Ал 2018 жылдың соңында Нутриенттер атты беделді журналда картоп жайлы жаңа мақала жарияланды. Ол мақала бойынша автор мынадай қорытындыға келген. 200 грамм пісірілген картопта витаминдер мен микроэлементтер айтарлықтай көп. Онда С және В6 дәрумендерінің тәуліктік нормасының жартысы 30% калий, 28% фолик қышқылы, 24% темір, 18% магний, 15% тағамдық талшық бар. Картоп қан қысымына ем. Бүгінде заманауи зерттеу әдістерінің арқасында картоптан бұған деген белгілі болмаған 60-ға жуық қоректік зат табылды. Мысалы, 2007 жылы тағамтану институтының британдық ғалымдары картоптың құрамында қан қысымын төмендететін кокаамин барын анықтады. Әсер ету механизміне байланысты олар агиотенезинді түрлендіретін ферменттерді баяулатқыш дәрі секілді. Әрине оның дозасы таблеткадан аз, бірақ айтарлықтай маңызды рөл ойнайды. Бұл зерттеулерде көрсетілген. Сондықтан қан қысымына зардап шеккен адамдар картопты жиі жегендері дұрыс. Оның үстіне картопта калий және магний секілді маңызды элементтер бар. Сондай-ақ картоптан каротиноид, антоцианин, хлорогендік және кофе қышқылдары секілді антиоксиданттар табылды. Олар қатерлі ісіктен, атеросклероздан, қартаюдан қорғайды. Ол антиоксиданттардың көпшілігі қызыл және көк картоптың қабығында болады. Себебі оларға дәл осы түсті антиоксиданттар береді. Ғалымдар картоптың теріс әсері туралы көптеген болжамдарды жоққа шығарды. Жақында картопқа қатысты жалпылама зерттеулер жарияланды және картоптың жүрек пен қан тамырлары ауруларының қатерлі дамуына ықпал етпейтіні анықталды. Сондай-ақ семіздікке де, екінші типтегі қант диабетіне де картоптың еш қатысы жоқ. Бұл аурулардың қаупін тек қуырылған картоп қана көбейтеді. Яғни қайнатылған картоптың пайдасы өте көп, ал қуырылған картоптың пайдасы кері әсер етеді. Осының ара-жігін ажырата білуіміз керек. Яғни қайнатылған картоп ешқашан зиян емес деген сөз. Картопты қалай дайындап жеген дұрыс? Ғалымдар картоп дайындаудың жаңа және пайдалы әдісін ойлап табуға шақыруда. Мәселен, қысқа толқынды пеште С дәрумені көп ыдырамайды және оның картоптағы дозасы 50%-дан да көбірек сақталады. Ал картопты пісіру ондағы қоректік заттардың құрамына айтарлықтай әсер етеді. Яғни қуырып дегеніміз ғой. Тамаққа картоптың өзін қуырып жеген кезде ол пісірілген картопта аз, ал тұтас және кесектеп туралған қуырылған картопта көп болады. Бірақ бәрінен де қабығы аршылмай пісірілген картоп пайдалы. Қабығымен пісірілген картопта аршып дайындалған картопқа қарағанда қоректік заттар әлдеқайда көп сақталады. Халық арасында картопты қабығымен жеуге болмайды деген қате пікір қалыптасқанын айтқанымызда, бұл қате түсінік. Бұл кезінде Америкадан әкелінген картоппен алғаш танысқан еуропалық аристократтарға тән. Олар картоп түйнектері лас жерде өседі деп оны жеуден бас тартқан. Бірақ соның кесірінен құрқылық ауруына шалдығып қырылды. Шындығында картопты қабығымен дайындаса, оның пайдасы әлдеқайда көп болады. Тек картоптың түйнегін шөткемен ысқылап, жақсылап жуу керек. Картопта ең қауіптісі крахмал. Пісіру кезінде ол ішекте глюкозаға дейін бөлініп, қанға тез сіңіп кететін, жеңіл сіңірілетін түрге ауысады. Ал бұл артық салмақ қосуға ықпал етеді. Яғни қуырылған картоптың калориясы, крахмалы глюкозаға дейін бөлініп пісіп жатқан кезде ағза қанға сіңіп кетеді екен. Дегенмен мұндай әсерді екі жолмен төмендетуге болады.
Біріншісі, картопты тез және сусыз дайындау арқылы. Бұл әдіс бойынша әзірлесе, крахмал резистентті күйде қалады. Сонда крахмал бөлшектенбей тоқ шекер жетеді. Нәтижесінде сіз глюкозаның зиянды әсеріне ұшырамай, ағзаңыздағы пайдалы бактерияларға сүйікті тағамын резистентті крахмал түрінде бере аласыз. Бұны дайындаудың ең жақсы тәсілі картоп кесектерін пеште көмештеп пісіру. Екінші тәсіл картопты суытып жеу. Бұл ретте крахмал қайтадан резистентті болады. Сондықтан кешеден қалған картопты жеген пайдалы. Ал егер суықта жей алмасаңыз, шамалы жылытып жіберсеңіз болады.